Біз Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Үшкейек ауылы Ақтайлы атындағы орта мектептің 10 сынып оқушылары Ильясов Мейір және Айтқай Зарина. Бүгінгі Smart Сарбаз сайысына жасалған Lego робот жобамыздың аты Smart ауыл деп аталады. Бұл роботтың мақсаты адам өміріндегі жұмыстарды жеңілдету болып саналады. Бұл адамдарға таптырмас көмекші робот. Адамдар күнделікті өмірде барлық жұмысты істеп үлгермей жатады. Біз осындай қиындықтарды шешуде Smart ауыл жобасына дәл осындай робот құрастырдық. Мысалы, балаларды түрлі түсті текше деп алды. Робот сызық бойымен жүре отырып, жасыл текшені хайуанаттар бағына, сары текшені кинотеатрға, көк текшені мектепке, ақ текшені үйге апарады, және робот дәл осындай принциппен жұмыс жасайды. Ал енді құрылысына келетін болсақ, бір микрокомпьютер, 2 үлкен мотор, 2 орташа мотор, және де 4 түс датчигі. 2 астындағы түс датчигі бізге роботтың сызық бойымен жүруін қамтамасыз етеді. Ал алдыңғы түс датчиктер болса, бізге текшелердің түсін анықтауға, ажыратуға көмек береді. Біздің роботымыз текшелердің түсін ажыратқаннан кейін 2 орташа мотор, оның ұстағыштары арқылы біздің текшелерді қысып алып, оны белгіленген орнына жеткізеді. Біздің робот жылдамдығы 100-бен алдыға қарай 4 қадам жүреді және қуаттау аймағына нысанды жеткізеді. Артқа қарай жүріп, қара сызық бойымен сауда үйіне жасыл текшені алып, оны хайуанаттар бағына апарады. Дәл осылай қалған текшелерді өзінің керек жеріне жеткізіп, қайтадан өзінің бастапқы орнына қайтып келеді.